Мен айна шақырбекіне кіргем бе? Бастайын ба? Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен естіліп тұрмын ба? Менің даусымды естіп тұрсыздар ма? Авторлық Естіліп тұр. бағдарламаны естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Рахмет. Авторлық бағдарламаны тарату мақсатында 163-ші мектеп лицейінің спикерлері ұйымдастырған семинарға қош келдіңіздер. Семинардың мақсаты пән мұғалімдерінің озық авторлық бағдарламасымен таныстыру және оқу процестерінде тиімді пайдалану. Бүгінгі семинарда қазақ тіл пәнінің мұғалімі Абдикашева Индира Сатыбалдықызы, қазақ тіл пәнінің мұғалімі Арыстанбек Күләй, математика пәнінің мұғалімі Берікканова Сайлаugүл Садыковна, тарих пәнінің мұғалімі Тумабаева Гүлмира Салимовна, бастауыш сынып мұғалімі Аленова Айбала Окаповна өз тәжірибесімен бөліседі. Ендеше сөз кезегін қазақ тіл пәнінің мұғалімі Абдикашева Индира Сатыбалдықызына береміз. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Менің тақырыбым ұлттық құндылықтар ұлт қорғаны. Ұлттық құндылықтар ұлт қорғаны бағдарламасы ұлттық құндылықтарды насихаттауға бағытталған. Бұл бағдарлама 7-ші сынып оқушыларына арналған, аптасына 1 сағаттан жылына 34 сағатты құрайды. Бағдарлама білім алушыларға ұлттық мұраларымызды таныстыруды көздейді, тарихи және мәдениет аспектілерін біріктіреді, ұлттық құндылықтарды сақтау мен қорғауға үйретеді. Авторлық бағдарламаның мақсаты ұлттық құндылықтарды сақтап, оларды болашақ ұрпаққа жеткізуге тәрбиелеу. Бағдарламаның міндеттері ұлттық құндылықтардың маңыздылығын түсіндіру, тіл байлығын арттыруға ықпал ету, дәстүрлерді сақтау мен дамытуға ынталандыру, әдебиет пен өнерге қызығушылықты арттыру, ұлттық ойындардың маңыздылығын түсіндіру, тарихи мұраларымызды зерттеуге баулу, ұлттық мәдениетті насихаттауға үйрету, ұлттық құндылықтарды қорғауға бағыттау. Ал бағдарламаның өзектілігіне келетін болсақ, ұлттық құндылықтарды сақтау қазіргі заманда өте маңызды. Жаһандану дәуірінде ұлттық мұраларды сақтап қалу туындап отыр. Бұл бағдарлама ұлттық бірегейлікті нығайтуға бағытталған, оқушыларды ұлттық құндылықтарды қорғауға және сақтауға ынталандырады. Болашақ ұрпақ үшін ұлттық мұраларды сақтап қалуға көмектеседі. Бағдарламадан күтілетін нәтиже: оқушылар ұлттық құндылықтарды түсінеді, тіл байлығын меңгереді, дәстүрлер мен салт дәстүрлерді сақтайды, әдебиет пен өнерге қызығушылық танытады, ұлттық ойындарды үйренеді, тарихи мұраларды зерттейді, ұлттық мәдениетті насихаттайды, ұлттық құндылықтарды қорғайды. Бағдарлама негізі 5 бөлімнен тұрады. 5 бөлімнен тұрады. Бірінші ұлттық құндылықтарға кіріспе бөлімі. Келесі екіншісі балаға қатысты салт дәстүрлер. Үшінші қазақ халқының әлеуметтік салт дәстүрлері мен әдет ғұрыптары. Төртінші бөлім қазақтағы тұрмыстық салт дәстүрлері. Және 5-ші бөлім мәдениетке қатысты салт дәстүрлер мен әдет ғұрыптары. Бағдарлама жаңа әдістер мен тәсілдерді қолданылады. Бағдарламада жаңа әдістер мен тәсілдер қолданылады. Оқушылардың қызығушылығын арттыруға бағытталған бұл бағдарлама ұлттық құндылықтарды заманауи технологиялармен ұштастырады. Практикалық тапсырмалар арқылы ұлттық мұраларды меңгеруге мүмкіндік береді. Келесі слайд. Интерактивті әдістерді қолдану арқылы оқу тиімділігін арттырады. Бағдарлама оқушылардың ұлттық құндылықтарды тереңірек түсінуіне бағытталған. Қазақтың ұлттық құндылықтарын түрлі пәндермен байланыстыра отырып оқытуды көздейді. Ұлттық ойындар, салт дәстүрлер, әндер, билер және қолөнер сияқты практикалық іс-әрекеттерге ерекше назар аударады. Жалпы қысқаша бағдарлама туралы осы. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Жақсы, рахмет, Индира Сатыбалдиевна.
Керемет. Рахмет. Болды. Осыған жаза берейікші. Жазсайшы. Жаңағы қоя берейікші. Математика пәнінің. Не ғой экран көрсетіп жатыр ғой, экран көрсеткенде қойылмайды ғой. Ана демонстрация қойып жатыр ғой. Көрсетіп жатыр ғой. Жоқ, басында. Әріптестер, дауыстарыңызды естіп тұр. Mama. Mama. Менять все. Саламатсыздар ма? Дауысым естіліп тұр ма, әріптестер? Саламатсыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Менің есімім Арыстанбек Күлай, Медеу ауданы нөмір 160 мектеп лицейдің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі, бүгінгі таңда сарапшы. Авторлық бағдарламамның тақырыбы қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінде оқушылардың коммуникативтік сауаттылығын арттыру. Негізгі бағдарламамның мақсаты сөйлеу, тіл мәдениеті машықтарын меңгерген, коммуникативтік бірлікті артқан, логикалық ойлауы мен өз деңгейіне сәйкес дамыған, мәдениетті сөйлеуге бейімделген оқушыларды тәрбиелеу және қазақ тілі сабақтарында ақпараттық тілдік қарым-қатынасты дамытып, өзінің ана тілі, қазақ тілін сапалы меңгерген тұлғаларды қалыптастыру. Бағдарламаның міндеті оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту, жан-жақты ойлауына, дамуына көңіл бөлу, ғылыми зерттеу дағдыларын қалыптастыру. Баланың тұлға ретінде қалыптасуына, ақыл-ойын, шығармашылығын дамуына септігін тигізу. Бағдарламаның өзектілігі оқушылардың шығармашылық деңгейлерін арттырып, көркем сөйлеу, таза, тілі дамиды. Тілдік ортада еркін қарым-қатынас, заманауи ақпараттық қоғамға бейімделеді бала. Ал бағдарламаның ғылымилығы. Бағдарлама жаңартылған білім беру бағдарламасындай оқушылардың сауаттылықтарын арттыруға арналады, оқушылардың шығармашылық сөйлеу қабілеттерін дамытуға, ой деңгейлерін жұмыс жасауға дағдыландыруға және пәнге деген қызығушылықтарын арттыруға септігін тигізеді. Күтілетін нәтиже бағдарламадан: таным белсенділігі жоғары, өз бетінше жүйелі ой қорыта алатын, өз идеясы мен көзқарасын білдіріп, дәлелдемен негіздей алатын шығармашыл жеке тұлға қалыптастыру. Енді бұл бағдарлама, авторлық бағдарлама, аптасына 1 сағат, 34 сағатты құрайды. Енді жаңа тәсілдерді жетілдіру мақсатында авторлық бағдарлама мына 7 модельді қамтиды. Біріншісі, білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер. Екіншіден, сыни ойлау тұрғысынан үйрету. Үшіншіден, білім беру үшін бағалау және оқытуды бағалау. Төртіншісі, білім беруге ақпараттық коммуникативтік технологияларды пайдалану. Төртіншісі, талантты және дарынды балаларды оқыту. Бесіншіден, алтыншыдан, оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру және оқыту. Ең соңында, білім берудегі басқару және көшбасшылық рөлдерін арттыру болып табылады. Бағдарламаның негізгі 7 моделіміз осы. Назар аударғандарыңызға рахмет.
Саламатсыздар ма? Менің аты жөнім Берікқанова Сайлау Садыковна. Жүз алпыс үшінші мектеп лицейдің математика пәнінің мұғалімімін, педагог, зерттеуші. Бірінші түр. Менің авторлық бағдарламам алгебралық өрнектер деп аталынады. 7-ші сыныптың алгебра пәніне қосымша арналған, яғни 34 сағатқа арналған. Бұл бағдарламаның негізгі мақсаты оқушылар 6-ші сыныптан бастап алгебралық өрнектер деген тақырып өткендіктен 7-ші сыныпта алгебра оқулығын бірінші рет оқитын болғандықтан алгебраға өрнектерді жете меңгеріп, яғни алгебралық өрнектерді танып біліп, оларды түрлендірудерді, орындауды, теңдеулер мен теңістіктерді шешу кезінде алгебралық өрнектерді ықшамдауды үйретеді. Сонымен қатар оқушылардың математикалық логикасын қалыптастыруға көп көмегін тигізеді. Оқушылар жақшаны ашып, ұқсас мүшелерді біріктіруді меңгертеді. Сонымен қатар алгебралық өрнектерді оқыту барысында біз көбінесе қысқаша көбейту формаларын көптеп қолданамыз. Яғни бұл деген сөз келешекте жоғары сыныптарда алгебра және анализ бастамаларында оқушыларға алғашқы ұғымдарды толығынан меңгеру болып табылады. Бағдарламаның өзектілігі. Яғни бұл бағдарлама өте өзекті деп ойлаймын, өйткені бұл оқушылардың алгебралық негізгі концепцияларын меңгеруге мүмкіндік береді, сонымен қатар олардың математикалық білімдерін нығайтады. Жоғары сыныптарға барған кезде алгебралық өрнектерді меңгеру түрлі математика мен ғылым салаларында, соның ішінде экономика, инженерия және физикада қолданылатын құралдар мен әдістерді түсінуге көмектеседі. Сонымен қатар критикалық ойлау және проблемаларды шешуде де аса қажет. Оқушылардың аналитикалық және сыни ойлау қабілеттерін дамыту арқылы оларды күнделікті өмірде және кәсіби салада кездесетін проблемаларды шешуге дайындайды. Бұл бағдарлама негізінен 7 бөлімнен тұрады. Кешіріңіздер, 4 бөлімнен тұрады. Аптасына 1 сағаттан барлығы 34 сағат. Яғни бірінші бөлім алгебралық өрнектерді оқу, тану, жаза білу, оларды ықшамдау. Екінші бөлім өрнектердің негізгі операцияларды және оларды шешу тәсілдері, яғни алгебралық өрнектерді тепе-тең түрлендіру, теңдеулер мен теңістіктерді шешуде қолдану, алгебралық өрнектердің графикалық әдістері, күрделі алгебралық өрнектер болып табылады. Ал үшінші бөлім алгебралық өрнектерді ықшамдау. Келесі 4-ші бөлімде қорытындылау және қайталау. Сонымен қатар бұл курста қорытындылау мен қайталау барысында әрбір бөлімді өткеннен кейін тест тапсырмалары мен өзіндік жұмыстар, сұрақ-жауаптар қамтылған. Сонымен қатар оқушылардың ғылыми жұмыстарға айналысу мақсатында ғылыми жобалар да осында қамтылған. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға болады. Рахмет. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Тұмабаева Гүлмира Салимовна, 163-ші мектептің тарих пәні мұғалімім, педагог, зерттеуші. Менің бүгінгі элективті курс тақырыбым тарихи құжаттар контекстіндегі тапсырмалар жинағы деп аталады. Бағдарлама 10-шы сыныпқа арналған, аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағат. Енді 10-шы сыныпқа келгенде білесіздер, ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындық басталады. Осы ұбт-ға дайындыққа өте қолайлы бағдарлама деп өзім есептеймін. Келесі слайд.
Бағдарламаның өзектілігі бұл Қазақстан тарихын оқыту үрдісінде тарихи құжаттармен жұмыс жасау маңызды болып табылады. Себебі олар еліміздің тарихи өткенін тереңірек түсінуге мүмкіндік береді. Құжаттар арқылы оқушылар тарихи деректерді талдау, салыстыру, бағалау және қорыту дағдыларын қалыптастырады. Бағдарламаның жаңашылдығы біріншіден Қазақстан тарихын оқытуда тарихи құжаттарды оқушылар терең жан-жақты зерттеуге мүмкіндік берсе, екіншіден оқушылардың тарихи оқиғаларды меңгеруге бағытталған тапсырмалар жиынтығынан тұрады. Мақсаты оқушылардың тарихи құжаттарды талдау және интерпретациялау дағдыларын қалыптастыру, тарихи деректерді сыни тұрғыдан талдау, оларды бағалауға үйрету, тарихи құжаттарды пайдалана отырып зерттеу жұмыстарын жүргізуге ынталандыру, оқушылардың тарихи деректерге негізделген өзіндік көзқарас қалыптастыруына ықпал ету болып табылады. Міндеті оқушыларға тарихи құжаттарды талдау, салыстыру және қорытынды жасау әдістерін үйрету, тарихи деректерді оқыту процесінде интеграциялау арқылы оқушылардың зерттеу дағдыларын дамыту. Енді мен сіздерге бұл 34 сағаттан тұрғанда әр сағатқа бір құжатты аламыз. Мысалы, орта ғасырлардан бастап бүгінгі күнге дейін қамтылған құжаттар бар. Бір мысал ретінде практикалық сіздерге көрсетейін. Мысалы, құжаттың атауы Орхон Енесей жазбалары, бұл Күлтегін жазбасы. Құжат мәтінін қысқартылған түрде алынған. Мен Күлтегін атақты түрік қағанатының әскери қолбасшысы. Халқымның даңқын көтеріп, жерімізді кеңейттім. Әкем білге қағанмен ағам бумын қаған бізге байлық пен тұрақтылықты мұраға қалдырды. Біз түркі халқының бірлігін сақтадық, жауларымызды жеңдік, өзіміздің мәңгілік ел болатынымызға сендік. Осылай құжат беріледі. Келесі тапсырмалар. Мынадай тапсырмалардан тұрады. Бірінші, құжатпен жұмыс істеу стратегиясы бойынша Орхон Енесей жазбаларын талдау үшін келесі стратегияны қолданыңыз деп беремін. Құжаттың тарихи контекстін анықтайды. Орхон Енесей жазбаларының жазылған уақытын және сол кездегі саяси жағдайды сипаттаңыз. Құжаттың тарихи оқиғалар мен процестермен байланысын анықтаңыз. Келесі, негізгі тұлғаларды анықтау. Жазбалардағы басты кейіпкерлерді Күлтегін, білге қаған, бумын қаған анықтаңыз және олардың тарихтағы рөлін сипаттаңыз. Жазбалардың мақсатын түсіну. Бұл жазбалардың жазылу мақсаты неде деп ойлайсыз? Түркі халқының бірлігі мен даңқын көтеру үшін бұл жазбалар қалай қолданылды? Тарихи құндылығын талдау. Орхон Енесей жазбаларының Қазақстан тарихындағы және жалпы түркі әлеміндегі маңызын түсіндіріңіз. Бұл жазбалардың қазіргі заманға дейінгі әсері қандай? Жазбалардың мәдени және рухани мәні. Түркі халқының құндылықтары мен идеалдары бұл жазбаларда қалай бейнеленгенін талдаңыз. Жазбалардың түркі халқының мәдени мұрасы ретіндегі рөлі қандай? Құжатты талдау тапсырмасы бұл енді бірінші кету керек. Құжатты оқып, келесі сұрақтарға жауап беріңіз. Орхон Енесей жазбаларында сипатталған негізгі оқиғалар мен тұлғалар кімдер? Бұл жазбалар арқылы түркі халқының қандай құндылықтар мен идеялар бейнеленген? Күлтегіннің қандай жетістіктері туралы айтылады? Жазбалардағы түркі қағанатының бірлігі мен тұрақтылығы туралы мәліметтерді талдаңыз. Келесі тапсырма түрі. Келесі тапсырма талдау түрі бұл салыстыру. Орхон Енесей жазбаларын басқа көне жазбалармен салыстырыңыз. Орхон Енесей жазбалары мен Қытай жылнамаларында жазылған түркілер туралы мәліметтерді салыстырыңыз. Екі дерек көздің арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарды анықтаңыз. Құжаттардағы түркі халқының бейнесі және олардың мәдениеті мен дәстүрлері туралы ақпаратты талдаңыз. Міне осындай тапсырмалар түрлері беріледі оқушыларға. Топтық жұмыс ұйымдастырып, 3 топқа да бөліп, 3 жаңағы салыстыру, анықтау деген сияқты тапсырмаларды бөліп беруге болады. Енді күтілетін нәтижеге келетін болсақ, осы авторлық бағдарлама арқылы элективті курстағы мазмұнын меңгере отырып, оқушылар тарихи құжаттарды тиімді талдау және оларды тарихи контекст интерпретациялау қабілетін меңгереді, тарихи деректерге негізделген өз көзқарастарын қалыптастыра біледі. Оқушылар тарихи құжаттарды салыстыру, олардың сенімділігін бағалау және олардан қорытынды жасау дағдыларын дамытады. Тарихи оқиғаларға байланысты түрлі дерек көздерді пайдалану арқылы оқушылардың сыни ойлау қабілеті артады. Тарихи құжаттарды пайдалана отырып, өзіндік зерттеу жұмыстарын жүргізуге үйренеді. Қысқаша осы, сұрақтарыңыз бар болса, қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Қайырлы күн. Сәлеметсіздер ме? Мен мынандай бір сұрағым болып тұр еді. Мынау өте жақсы әдістемелік екен енді. Мен мынандай сұрағым болып тұр. Жаңа сіз Орхон Енесей жазбаларын талдағанда біреуінде салыстыру, біреуінде түсіндіру деп жаңағы әртүрлі ойлау дағдыларын айтып жатсыз ғой. Сонда бұл 1 сағатқа беріліп тұр ма?
Иә, бір сағатқа бір Иә, сағатқа сонда берген. Бағдарламаның соңында иә, қымыжысы бар, 34 сағаттық қымыжы, сонда әр сағатқа бір құжат талдаймыз. Енді иә, сонда тапсырмалар сіз Аха. сіз сонда осы жаңағы мысал ретінде ұсынған сағатыңызда ойлау дағдысы қалай болып тұр, мен түсінбей кеттім. Жаңа тапсырмаларыңыз әртүрлі ойлау дағдысынан беріп тұр екенсіз де, сабақтағы жаңағы ойлау дағдысы қандай? Сәлада оқу дағдысы қарапайымнан күрделіге қарай жүреміз, тапсырмалар әртүрлі. Балалар өзінің деңгейіне қарай орындайды. Сол бір құжатты талдау арқылы тарихтың көптеген тақырыптарын қамтиды. Енді олар өтіп кетті ғой, бұл тақырыпты біледі ғой, 7-ші сыныпта мысалы орта ғасырларда өткен тақырып қой. Енді 10-шы сыныпқа келгенде ұбт-ға дайындық барысында олар кеңінен жан-жақты талқылайды. Жаңағы тапсырмалар күрделіден қарапайымға қарай, керісінше қарапайымнан күрделіге қарай құрастырылған. Сонда бір сағатта жаңағы әртүрлі ойлау дағдысында отыра ма? Мысалы бізде жаңағы қымыжы бойынша оқу мақсаты, соған сай сабақ мақсаты, оқу мақсаты ойлау дағдысын анықтап тұрады ғой. Бір ғана ойлау дағдысында отырамыз да бір сағатта. Жоқ, Сізде сонда ойлау дағдысында секіріп тұра ма? әртүрлі болуы мүмкін, иә, әртүрлі. Өйткені балалар 10-шы сынып қой, жоғары сынып қой, бұл өтілген программаны біз еске түсіреміз. Енді ұбт-ға дайындық деп басында айттым ғой. Олар меңгерген тақырып еске түсіреді де, түрлі тапсырмалар орындайды. Негізі осы ойлау дағдысы туралы ойлану керек сияқты, сізге кішкене осы жерде түсініксіздеу болып тұрған сияқты. Жақсы, рахмет. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Камерасын қосып қойып Қайырлы күн, әріптестер. Мен 163-ші мектеп лицейінің бастауыш сынып мұғалімі Әленова Айбала Оқапқызы. Менің бүгінгі авторлық бағдарламамның тақырыбы бастауыш сыныпта жаңа әдіс-тәсілдерді пайдалану арқылы оқушылардың қабілетін арттыру. Яғни менің бұл бағдарламам 3-ші сыныпқа арналған. Бізде мысалы авторлық бағдарлама жазып жатқан мұғалімдер бар ма? Зерттеуші. Микрофонды өшірейікші. Менің бұл бағдарламамның негізгі мақсаты оқушылардың сыни ойлауы қабілетін дамыту арқылы, яғни жеңіл есептерден күрделі есептерге жетелеу арқылы балалардың сыни ойлау дағдыларын қамту. Яғни бұл жерде айта кететін мәселе оқушылардың жаңағы есеп шығару барысында байқамбаздық қабілеттерін қалыптастыру. Сонымен қатар жаңа әдістер арқылы оқушылардың құзыреттілігі мен қызығушылығын арттыру, мәселе есептерді өз бетінше шығаруды меңгерту болып табылады. Менің бұл бағдарламадағы міндеттерім, яғни оқушылардың логикалық ойлау жүйесін қалыптастыру, сыни ойлау тұрғысынан жүйесін арттыру, сонымен қатар байқамбаздық қабілеттерін арттыру, көбейту, бөлу амалдары бойынша шапшаң есептеуді баулу, сонымен қатар танымдық және шығармашылық қабілеттерін дамыту, математикалық анықтамалар, бұл жерге кіреді біздің математикалық ережелер қамтуға да болады, яғни оларды жаттату арқылы есептің оңай шығару жүйесін меңгертуге де болады. Сонымен қатар амалдардың орындалу ретін дұрыс шығарып үйретуге баулу, геометриялық фигураларға арналған есептерді шығаруға машықтандыру. Бұл бағдарламамда күтілетін нәтижелер
Оқушылар амалдардың орындалу ретін дұрыс шығарып үйренеді. Сонымен қатар геометриялық фигураларға арналған есептерді шығаруға машықтанады. Математикалық амалдарды меңгереді. Көбейту, бөлу амалдары бойынша шапшаң есептеуге де үйренеді. Сонымен қатар оқушылар сыни тұрғысынан ойлау жүйесін арттырады. Танымдық және шығармашылық қабілеттерін дамытады. Білім алушылардың жасампаздық қабілеттерін, байқампаздық қабілеттерін де арттырады. Және сонымен қатар оқушылар өздерінің логикалық жүйесін қалыптастыруға тырысады. Авторлық бағдарламаның негізгі өзектілігі математика пәні арқылы авторлық бағдарламаны жазу барысында білім алушылар, яғни оқушылардың қызығушылығы мен құзыреттілігін дамыта отырып, жаңашылдық қабілеттерін, сыни ойлау, сонымен қатар байқампаздық қабілеттерін дамыту болып табылады. Бұл авторлық бағдарламам негізінде 5 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім сандармен жұмыс және арифметикалық операциялар. Екінші бөлім арифметикалық амалдар және логикалық негіздерге бағытталады. Үшінші бөлім көбейту және бөлу амалдары. Мүмкіндік болса микрофонды өшіре аласыздар ма? Кедергі болып тұр. Төртінші бөлім менде геометриялық пішіндер және аудандар болып, ал соңғы бөлім менде 5-ші бөлім қосымша материалдық дағдылар. Яғни бұл бөлімдерді біз 1-ші сыныптан 2-ші сыныпқа спиралды дамыту арқылы 3-ші сыныпта қамтылу керек тақырыптар көбінесе осы бөлімдерді қарастырылады. Яғни жеңілден күрделіге қарай қамтылған болатын. Қорытындылай келе, бұл бағдарламаның жазу барысында математика пәні бойынша заман талабына сай жаңашыл педагогтарының жаңартылған әдістерді сабақтарда қолдана отырып, жаңа технологиялық, яғни жасанды интеллектілерді қолдана отырып, әртүрлі тапсырмаларды жеңілден күрделіге қарай өткізу барысында қамтылған болған. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса. Сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет үлкен. Осымен семинарымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Болды, иә? Оп, ішілер. Сау болыңыздар, рахмет көп. Сау болыңыздар.